Қазақтың ұлттық ойындарының қоғамдық және әлеуметтік маңызы аса зор. Ойындар логиканы дамытып қана қоймай, физикалық тұрғыдан жаттықтырады. Сонымен қатар, қажетті білім беру қызметінде атқарады. Олардың қатарына көкпар, аударыспақ, қыз қуу, тоғызқұмалақ, бәйге, жамбы ату және тағы басқа қазақтың ұлттық ойындары кіреді. Ұлттық ойындар атадан балаға, үлкеннен кішіге мұра болып жалғасып жатыр. Әсіресе пайғамбарымыз Мұхаммедтің оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын хадистерінде айтылатын күш-қуаты, біліктілікті, ептілікті шыңдайтын спорт түрлерін ата-бабаларымыз ұлттық сана негізінде дамытып, сүннетпен бекітіп, ғасырдан ғасырға жеткізген. Алла елшісі оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, әкенің баланың алдындағы міндеті жазу сызуды, жүзуді және садақ атуды үйрету әрі жақсы етіп тәрбиелеу деген.